Жақсы. Түбір дегенімізбен жұрнақ дегеннің не екендігін ажыраттық. Біз тіркесу жолымен жасалған туын сөздерге келдік. Туын сөздердің жасалу жолы неше түрі бар еді? Әйгерім, Роза, туын сөз неше түрі жолмен жасалады? Туынды сөз? Иә. 5 жолмен. Қандай? Лексикалық жолмен жасалған және жұрнақ жалғану арқылы, бірігу жолы арқылы, тіркесу, қосарлану. 5. Сонда 5 жол, иә? Иә. Жақсы. Енді біз тіркесуге келдік. Тіркесу дегенімізді сөз тіркесімен шатастырып алмаңыз. Тіркесу сөз дегеніміз екі сөз қатар келіп бір сұраққа жауап беру. Жарай ма? Бір сұраққа жауап берген деген сөз бір сөйлем сөзін қарат деген сөз. Бай бағланды талдадық. Кеттік. Әйгерім, бірінші сұрақ. Бірігу жолымен жасалған жаңа сөздер деген. Бірігу жолымен жасалған халықаралық адамзат. Халықаралық адамзат. Жаңа сөздер. Жақсы. Роза 2. Екіншісі. Тіркесу арқылы жасалған сөздерді көрсетіңіз. Қысқа шашты қандай? Жақсы. Сосын 35.098. Тоқып жатыр екен. Үшеуі де бірнеше сөзден жасалған, бөлек жазылады, бірақ бір сұраққа жауап беріп, бір сөйлем сөзін таралу. Иә? Өте жақсы. Иә. Енді түбір деген жалпы түсінікті нәрсе. Иә? Бір сөздің бастапқы, ең бір фундаменті ғой, бір сөздің айтқан. Бастапқы мағыналы бөлшегі. Және біз бұлай ойламауымыз керек, мысалы үшін мысалы, енші деген сөз бар қазақта. Мен саған еншіңді берейін деген сөз, ену деген етістіктен, кір деген етістіктен шықпаған шығар енді. Дұрыс па? Немесе ен деген бір белгіден шықпаған шығар. Солай ғой. Сол үшін бір сөздің ішінде бір сөз болса, мынау туынды сөз деп ойлай берген дұрыс бола ма, әлде түбірімен шыққан сөздің арасында байланыс болу керек па? Арасында түбірімен шыққан сөзде байланыс болу керек. Түбірде байланыс болу керек, әйтпесе болмай қалады. Енді түбір және қосымша. Қараңыздар. Морфологиялық бөлшек деген ұғым бар. Морфологиялық бөлшек. Морфологиялық бөлшек дегеніміз осы түбір және қосымшалар. Мысалы үшін, осы бөлшектерден деген сөзді талдайықшы. Бөлшектерден деген сөздің бастапқы түбірі қандай қосылған? Бөлшек. Бірінші түбір, шек, жұрнақ, терден деген жалғау. Бөлшектерден. Бірінші ең басындағы түбір ол бөлу. Бірінші бөлу. Бөлден жұрнақ жалғану арқылы бөлшек пайда болды. Бөлшектен бөлшектер пайда болған, бөлшектерден. Бұнда бірінші, екінші, үшінші, төртінші. Мұнау бөлшектерден деген сөзіміз 4 морфологиялық бөлшектен тұрады. Екен. Жақсы. Енді қосымша дегенге келейік. Қосымша екі түрлі болады. Қандай? Сөз түрлендіруші және сөз тудырушы. Сөз түрлендіруші және сөз тудырушы. Сөз түрлендіруші деген қандай, сөз тудырушы деген қандай? Алия, қош келдіңіз. Сөз тудырушы деген қандай, сөз түрлендіруші деген қандай? Қысқаша. Мағыналық жағынан. Тез өтейік. Қарап алдыңыздар ғой видеоны. Бұл қиын болмау керек қой. Әлия, сөз түрлендіруші деген қандай, тудырушы деген қандай? Сөз тудырушы деген бір сөздің басты мағынасынан ауытқып кетпейді. Қайсысы? Сөз түрлендіруші. Ал сөз тудырушы бір сөзден жаңа сөз тудырады. Жаңа сөз тудырады. Тудырады, иә. Енді қараңыздар. Қосымша екі түрлі болады. Жұрнақ және жалғау. Біз оның ішінде жұрнағын талдап жатырмыз. Жұрнақтың өзі екіге бөлінеді. Сөз тудырушы жұрнақ және сөз түрлендіруші. Сөз тудырушы жұрнақ деген сөз, демек ол туынды сөз жасайды деген сөз. Ту деген сөзді көріп тұрсыздар ғой. Ол жаңа сөз тудырады ол. Ал мына сөз болса жаңа сөз жасамайды, сөзді сәл ғана кішкене түрлендіреді, өзгертеді. Мысалы үшін,
Сандық деймін, сандықша деймін. Екеуінде де сол сандық деген дүние қалады ғой. Дұрыс па? Иә. Бірақ ол сәл кішкене түрленеді. Бақ және бақша. Түсіндіңіздер ғой. Міне, осындай жұрнақтарды сөз түрлендіруші деп айтамыз. Атаймын. Қарайық. Мысалы бөлмені ақта. Ақ деген түстен ақта деген туынды етіс туындады. Демек мына жердегі та сөз Тудырушы. жұрнақ. Бала, балаша. Бала дегеніміз зат есім, балаша дегеніміз қандай деген туынды істеу. Қалай деген туынды істеу. Демек ша сөз тудырушы жұрнақ. Енді керісінше ақшылға келейік. Дәл сол ақ деген сөз ғой. Ақ деген түс, ақшыл дегенше. Ол да сол ақтың айналасы. Шамалы ақшыл. Ақшылдау деген сөз ғой. Дұрыс па? Иә. Демек шыл дегеніміз жұрнақ, жалғау емес жұрнақ, бірақ сөз тудырушы емес, сөз түрлендіруші. Бала дегеніміз не, балақай дегеніміз не, екеуі бір. Сонда қай дегеніміз сөз түрлендіруші жұрнақ. Қала дегеніміз бен қалашық дегеніміз де дәл солай. Түсіндіре алдың ба? Иә. Еденді жуып қойды. Мына жердегі ып көсемшелі етістік. Бұл сөзді сәл ғана түрлендіріп тұр, ол жаңа сөз жаңа мағына білдіріп тұрған жоқ, жуу күйінде қалды ғой. Дұрыс па? Иә. Ал егер мысалы жуғыш зат болса ше? Ал? Жуғыш зат болса ше? Жуғыш зат? Иә, жуғыш деген сөз болса ше? Жуғыш зат деп айтады ғой бізде. Қандай зат? Жуғыш зат. Яғни бір нәрсені жуатын деген мағынаға кетіп қалады. Олай болатын болса, сөз тудырушы болады. Жақсы ма? Иә. Жақсы. Енді түбірлес сөздерге келейік. Түбірлес сөздер дегеніміз, орысшада однокоренные слова дейді ғой. Яғни бір түбірден туындаған сөздер. Мысалы, біл деген сөзден білім пайда болған, біл деген сөзден білгір пайда болған, біл деген сөзден білгіш пайда болған, біл деген сөзден білімпаз, біл деген сөзден білімді шыққан. Демек, бұлардың барлығының түбірі біл. Демек, бұл түбірлес сөздер. Жақсы. Морфологиялық бөлшек дегеннің не екенін айттым. Иә? Иә. Жақсы. Сөз тудырушы жұрнақты табыңыз. Ал Роза, таба ғой. Сөз тудырушы жұрнақты табыңыз дейді. Сөз, қазір айтам. Көңілшек. Аха. Сөз тудырушы неге? Қандай? Бірінші көңіл туралы айтылғанда, екінші көңілшек деген бір ренжи береді, көңілшек адам екен. Дұрыс. Мағына өзгеріп кеткен. Демек, басқаларда ше, басқаларда. Қоңырқай деген тоже қоңыр түсті айтып тұр. Көлшік дегенде бір көлшік туралы кішкентай, иә? Көл деген сөзге шік деген сөз түрлендіруші жұрнақ жалғанған. Сөздің мағынасы мүлдем өзгеріп кетпеген, иә? Иә. Қоңырқайда тоже сондай. Жақсы. Жарайды. Әйгерім, біріншісі. Түбірлес сөздерді табыңыз. Жазмыш. Терең, терек, тербе, терімше, жоқ. Кес, кеспе, кескін, кесте. Балақай, баладай, балалық, сана, сандық, сансыз, сандық, сан. Балақай, баладай, балалық. Бала, бала, бала. Өте жақсы. Неге жауап А болмайды? Жаз деген ол жаз, жазушы, жазғыш, жазмыш. Жаз дегеніміз жазды айтып тұр кәдімгі. Мезгіл. Оны сіз білмейсіз ғой, қай жазды айтып тұрғанын білмейсіз ғой. Бәлкім ол жазу деп айтып тұрған шығар, етісті айтып тұрған шығар. Сіз білмейсіз ғой оны. Мысалы, жазушы дегенде. Екеуі мағынасы бір емес қой, ағай. Жоқ, неге? Түсіндіріңіз енді соны. Қалай болсын да? Қалай ажыратамын, мен білмеймін мысалы үшін. Ағай, бұл жерде бір жұрнақ емес қой бәрінде. Мысалы, сөз түрлендіруші. Жұрнақ бірдей болмайды ғой бізде. Түбірлес сөздер дегенде бір түбірден шықса болды ғой. Бір түбірден шықса болды ғой. Дұрыс па? Иә. Бірақ неге жауап болмайды? Мысалы, білгіш, білімді, гіш пен імді бірдей емес қой. Бұл жердегі жоқ, имеется в виду, біреу сөз түрлендіруші, ал біреу сөз тудырушы ғой. Бұда тұрғанда ештеңе жоқ. Балақай болады дедік мысалы үшін. Балақайымыз сөз түрлендіруші, баладайым. Иә, тудырушы. Бұда тұрған бұл жердегі мәселе қандай? Мынау
жазғыш және жазмыш. Барлығы мына жерде жаздан шыққан. Жазудан, иә? Жазудан. Ал жазмыш деген бөлек сөз, ол тағдыр деген сөз. Ол жазудан шыққан деп айта алмаймыз. Түсіндіңіздер ме? Бұлай берілді. Сондықтан жауабымыз Д болады. Кеттік. Роза, 2. Сөз түрлендіруші жұрнағы бар сөзді көрсеттіңіз дейді. Сөз түрлендіруші, тудырушы емес. Бірінші Бәке жаңағы бір адамның аты ғой. Иә. Мысалы, Бауыржан Бәке десем, Бауыржан болып қалады. Бірақ мен сәл түрлендірем. Сосын Ботақан. Жақсы. Ботақан дегеннің не екенін білеміз ғой? Жақсы. Үшінші жауап? Асхана емес, жалғау емес, кінәл емес. Көгілдір ма? Көгілдір. Көктен көгілдір туындайды. Екеуі де сол көктің айналасындағы бір сөз. Дұрыс қой. Демек, ол жаңа сөз жасаған жоқ, сөзді жай ғана түрлендірді. Енді жалғауға келдік. Жалғаудың неше түрі бар бізде? 4. Оны барлығымыз білеміз. Әлия, видеоны қарадыңыз ғой сабақты толық, иә? Иә. Ол сөзді өзгертпейді, белгілі бір грамматикалық мағына істейді, сөз бен сөзді байланыстырады, сөз бен сөзді жалғайды. Бірінші, жіктік жалғау. Жіктік жалғау жақ қой енді, бірінші жақ. Мен, екінші жақ сен, үшінші жақ ол. Сеніміз анайы деп аталады, сізіміз сыпайы деп аталады. Иә? Мыналар мен, сен, сіз, ол бір адам болғандықтан жекеше болады, ал біз, сендер, сіздер, олар көп адам болғандықтан көпше деп аталады. Түсінікті ғой? Мен түбірі оқушы, мың одан кейінгіне жіктік жалғауының бірінші жағы, оның ішінде жекеше деп айтамыз. Дұрыс қой? Сендер көнді, іңдер. Етістіктен кейін жалғап тұр. Сендер көндіңдер демек. Бұл жіктік жалғауының екінші жағы. Анайы түрі ма, сыпайы түрі ма? Анайы түрі. Анайы. Көпше ма, көпше ма? Көпше. Себебі сендер деп тұр. Ол. Дер деп тұр. Енді көптік жалғауына келді. Өзі жалғанған сөзге көптік мағына білдіреді. Яғни, мысалы, адам, адамдар. Адам біреу еді басында, адамдар біз оны көбейтіп жібердік па? Осыны көптік жалғау дейміз. Көптік жалғаудың 6 түрі бар. Балалар, терезелер, қағаздар, өзендер, кітаптар, тер. Бұлар неге байланысты жалғанады? Жуан жіңішке, одан бөлек дыбысқа қарай, яғни ілгерінді ықпал бар бұл жерде, иә? Кейінді ықпал. Ілгерінді ықпал. Өзі жалғанатын сөзге енді қараңыздар. Мұндай қызық жағдай бар. Кейбір сөздерге көптік жалғау жалғанады, алайда көптік мағына бермейді. Ол затты көбейтіп жібермейді ол. Түсіндіңіздер ме? Но маңызды. Қараңыздар. Мысалы, туған жерлеріңді ұмытпаңдар. Мен бірнеше адамға айтып жатырмын. Сендер туған жерлеріңді ұмытпаңдар десем. Оның туған жері көбейіп кетпейді ғой? Жай ғана бірнеше адамдікі болғасын, біз сендердікі деп, сендердің туған жерлерің деп бір жерді мен ортақ қылып айтып тұрмын. Бірақ туған жер сол бір туған жер болып қала береді. Дұрыс қой? Оны біз ортақтық ұғымында деп айтамыз. Яғни бір туған жер бірнеше адамға ортақ болған кезде айтамыз солай деп. Жақсы ма? Ары қарай, жинақтау, топтау мағынасында. Кешегі жарыста асандар жеңді. Бірнеше асан жеңді ме? Асан және оның командасы жеңді ме? Иә. Түсіндіңіздер ме? Сонда соны біз топтап, жинақтап асандар деп айтамыз. Алайда асан көбейіп кетпейді бұл жерде. Бұл жерге көптік жалғау жалғануы дұрыс оқушылар. Бірақ жалғанып барып, олар көптік мағына білдірмейді, сәл басқаша мағына білдіреді. Жақсы ма? Бұл есімге жалғанғанда зат есім орындайды. Мысалы, үлкендерді сыйлауымыз керек. Үлкен адамдарды деген сөз. Түсіндіңіздер ғой? Иә? Үлкен заттарды деген мағынада емес қой бұл жерде. Дұрыс қой? Сан есімдері болжау, мөлшерлеу мағынасы. Яғни сағат 5-терде келеміз. Сағат бірнеше 5-те келеміз бе, әлде қалай сонда? Шамасында. Иә. Енді 5 көбейіп кетпейді ғой ол жерде. 5-терде деген сөз 5 және оның шамасында деген. Болжап қана айтып тұрмыз деген мағынаға келеді. Кеттік. Ал енді лексикалық жолмен, лексикалық мағынасы онсыз да көп болғандығы үшін көптік жалғауы мына сөздерге жалғанбайды. Біз саналмайтын заттарға, ұндар, шаңдар, құмдар, осыларға біз көптік жалғауын жалғамаймыз. Сан есімдерге.
алдында сан болса 12 мектеп десек, мектептің көптік жалғау не үшін жалғанатын еді Роза? Ау? Көптік жалғау жалпы логикасы не, ол не үшін жалғанады? Көп мағынада айту. Заттың көп екендігін білдіреді, иә? Екеуден басталады. Дұрыс қой. Мына ағылшындар мысалы a boy дейді де, two десек болды, boys дейді ғой. S жалғайды ғой. Сол секілді бізде екеуден басталады. Енді бірақ біз адам дейміз, ал екі адамдар демейміз, немесе 10 адамдар демейміз. Неге? Біздің түсінігіміздегі алдындағы сан, оның онсыз да көп екендігін білдіріп тұр. Сол үшін біз сан есімі тіркескен сөздерге, яғни сан есімі бар сөздерге біз көптік жалғауын жалғамаймыз. Ары қарай бір ғана жалқы есімдер. Мысалы, Марс бізде біреу, Арал теңізі бізде біреу, Алматы бізде біреу. Қараңыздар оқушылар, бұл жерде мындай нәрсе бар. Арал деген, жалпы остров деген мағынада болса, аралдар көп қой. Иә? Кариб аралдары дейміз. Ол жерде бірнеше арал бар. Ал бұл жердегі арал теңізі, бұл теңіздің атауы, ол жалқы есім. Түсініңіздер ме? Мысалы біз Каспийлер деп айтпаймыз ғой, себебі Каспий біреу ақ қой. Түсініңіздер ме? Иә, әйгерім. Марс да дәл солай. Бірыңғай мүшелердің тек соңғысына. Мен кітап, дәптер, қаламдарымды алдым. Кітаптар, дәптерлер, қаламдарым деп айтпаймыз біз, байқасаңыз. Бірыңғай мүшенің соңғысына ғана жалғаймыз. Жақсы ма? Аржан, осындасыз ба? Сәлеметсіз бе? Қосылып жатыр екен. Жақсы. Зат есімнің жіктелуі. Ал, Әлия бастай ғой. Зат есімнің жіктелуі. Жиенің, жиенмен дейді, жиеніңіз. Жіктелу дегеніміз не еді? Мен жиенмін деген сияқты. Сіз жиенсіз. Мен жиенмін. Сіз жиенсіз. Сіз жиенсіз. Сосын сен жиенсің. Сен жиенсің. Жекеше талдан жекеше жіктеліп тұр ма, көпше жіктеліп тұр ма, қалай өзі? Барлығы жекеше жіктеліп тұр. Иә, нешінші жақтарда жиенсіз деген сыпайы түрінде жиенмін. Бірінші жақта, ал жиенсің деген жіктік жалғауының бірінші жағы. Жиенсің бірінші жағы ма? Ал екінші жағы. Деген екінші жағы. Иә, екінші жағы. Ал жиенсіз дегенде екінші жағы сыпайы түрі. Тек ол сыпайы түрі. Өте жақсы. Аружан, қош келдіңіз. Даусыңыз естіле ме бізге? Bir сөйлеп көріңіз. Жақсы. Естілмей жатқан секілді. Әйгерім, бірінші сұрақ сізге. Болжау мағынасын білдіріп тұрған көптік жалғауын көрсетіңіз. Болжау. Ермектердің келіп кеткенін біліп қалды. Ең уақытты парыздарын, аналарың мен әкелеріңді сыйлау. Болжау мағынасы. Кітаптарын әкеліп қойыпты. Сағат 5-терге таман барып қайтамын деді. Сағат 5-терге таман. Қанша екендігін айтпа, болжап қана. Роза, екінші сұрақ сізге. Көптік жалғау жалғанбайтын сөздерді көрсетіңіз. Бірінші емес, Сатурн, бірінші ответ. Неге? Себебі? Көптік жалғау жалғай алмаймыз. Неге? Сатурнда. Неге? Себебі ол біреу ғой. Себебі ол біреу ғана, жалқы есім. Жақсы, ары қарай. Өрмекшілер деп айта аламыз, нұсқалар деп айта аламыз, бірақ айрандар деп айта алмаймыз. Жастар деп айта аламыз, нандар деп айта алмаймыз. Е және Ж ответ. Шылаулар деп айта аламыз. Жалғай аламыз. Бұлар енді, бұларға жалған бау себебі қандай? Себебі бұлар танылмайтын. Иә? Жақсы. Енді тәуелдеуге келдік. Тәуелдеу деген ол былай. Бірінші сөзге ілік септігінің жалғау жалғаны. Мысалы, адамның баласы. Бірінші ілік септігі жалғаны. Біз соны көбінесе тәуелдік жалғау деп ойлаймыз. Ал оның заттың тәуелді екендігін білдіретін екінші сөз ғой, баласы. Сол бала ғой тәуелді. Сондықтан тәуелдік жалғау ілік септігінен кейін тұрады. Біріншісін ілік септігін тәуелдік жалғау деп қоймаңыздар. Тәуелдік жалғаудың функциясы қандай? Бір заттың біреуге тәуелді екендігін көрсетеді. Бір ұғымның. Менің қалам, түбір қалам, демек тәуелдік жалғауының жалғауы. Дұрыс қой. Бұл да дәл солай. Жекеше, көпше. Бұл жерде бірақ мындай мәселе бар. Жекеше деп айтылмайды, оңаша деп айтылады.
Оңаша деген сөз жалғыз деген сөз ғой. Мынау менің қаламым. Ол оңаша ғана қолданамын мен оны. Дұрыс қой. Дұрыс па оқушылар? Ал біздің сабағымыз дейтін болсақ, сабақ бәрімізге ортақ қой. Ол қандай тәуелдену болады? Ол ортақ. Тәуелдену болады. Аттары қиын ба? Жоқ. Ол үшін не айтамын сіздерге? Терминге мән беріңіздер. Қалай аталатынына және не үшін аталатынын түсінген адам қателеспейді. Жарай ма? Олардың десек, бірнеше адамға ортақ қой. Сіздердің десек, сендердің десек, біздің десек, бірнеше адамға ортақ қой тәуелдеп тұрған затымыз. Иә? Демек ол ортақ тәуелдеу болады. Жарай ма? Жақсы. Септік жалғау. Қанша септік бар бізде? 7. 7 септік. Проблема бар ма? Септік жалғауымен басқасымен? Жоқ. Жоқ деп ойлаймыз ғой енді қазір. Келеді, шығады кішкене бір проблема. Тәуелді септеу дегенді кім қалай түсіндіреді? Алия? Тәуелді септеу. Тәуелді септеу. Мысалға, тәуелденіп тұрып септеледі. Мысалға. Одан кейін барып септеледі. Мысалы. Септеледі. Мысалға, менің анамның қызы деген сияқты ма? Жоқ, сіз қазір жай ғана тәуелдеп қойдыңыз ғой. Менің анамның қызына. Анамның қызы, тәуелденіп тұр ғой, анамның қызы. Иә? Көбірі қыз дегеніміз тәуелдік жалғауының үшінші жағы. Анамның қызы. Енді қызына қандай септікте тұр? Бар септік жалғау. Бар септігінде тұр. Әйгерім, Роза түсінікті болып жатыр ғой, иә? Иә. Аха. Енді қарай. Атау септікте тәуелден септігенге де солай болады. Анам, қазың, кім? Анам, кім жиенім? Анам. Кім ана, кім жиен? Бұл жерде проблема жоқ. Бұл жай септеу деп аталады. Ал мынау тәуелді септеу. Ал енді әлек септігін қараңыз. Баланың. Ал тәуелдейтін болсақ, менің баламның. Бірі бала. М не бұл жердегі? Тәуелдік жағы. Тәуелдік септігі. Бірінші жағы. Балам, менің бірінші жағы. Тәуелдену, иә? Оңаша. Мына сөз тәуелденіп барып әлек септігінің жалғауын иеленді. Жақсы ма? Иә. Енді қызықты қараңыздар. Барыс септігі дегенде біз кімге, неге, қайда дейміз де, бірақ үнемі ғаге қаке дейміз, бірақ ені ұмытып кетеміз. Бұл дәл сол тәуелдеп барып жалғанған кезде қолданылатын барыс септігінің жалғаулары. Байқасаңыздар, ана көсемшеге ұқсайды да, деген. Мен келемін, сен барасың дегендегі. Балаға деген бола ма ағай? Жоқ. Бұл қай кезде жалғанады? Бір сөз тәуелденіп барғаннан кейін. Қараңыздар. Түбірі жан, түбірі көз, бас, кеш. Бұған ға, ге, қа, ке, кәдімгі жалғанады. Бұл тәуелденіп тұрған жоқ бұл сөздер әйгер. Дұрыс қой? Менің басым ға демейміз ғой. Менің басым дейміз. Демек, неге менің басыма дегеніміз, бас дегеніміз түбір, дегеніміз тәуелдік жалғау, дегеніміз сонда барыс септігінің жалғауы болады. Сенің көзің не? Бір алдың ба? Енді қызықты қараңыздар, мұндайы бар оның. Көл, олардың көлдері ортақ тәуелдену үшінші жақта, дұрыс қой? Және олардың көлдеріне барыс септігі. Сонда не дегенде барыс септігінің жалғауы бар екен. Жарай ма? Иә. Роза, Алия, Әйгерім, түсінікті ғой? Иә. Атты қиын емес, мен түсінем. Бірақ критический моменттерде адам осыны ойлана алу керек. Қазір қарап отқан кезде бұлай түсінікті секілді. Ал тест келген кезде көбіміз шашырап қаламыз. Табыс септігі. ДДТ кімді не екендігін түсінікті. Сазды, жезді ал. Сазымды, жезіңді, одан кейін тасы, туған жерімнің тасын сүйем дейді ғой. Тасы, түбірі тас. Тасы, туған жерімнің тасы, тәуелденіп тұр үшінші жақта. Дұрыс қой? Иә. Тасын болса кімді нені? Тасын. Сонда бұл жердегі табыс септігінің жалғауы болады деген сөз. Жарай ма? Жатыс септігі. Жатыс септігінде көп проблема жоқ. Тек жатыс септігінде ында інде бар. Аясы
Аясыда демейміз біз. А. Аясында дейміз. Жарай ма? Аясында. Иә. Сол жердегі ында зат септігінің жалғауы. Жақсы ма? Ал шек септігінде мүлдем проблема жоқ. Сол нан дантен жай септеу кезінде де, тәуелді сөзге септелу кезінде де дәл солай жалғана береді. Көмекте септікте дәл сондай. Жақсы ма? Пенен деп ұзартатын кез бар, одан шатасастар деп ойлама. Оңаша тәуелденуінің үшінші жағы. Роза, кән? Оңаша тәуелдену үшінші жағы. Алдымен оңаша тәуелдену деген не екендігін түсіндіріңізші бізге. Және үшінші жақ дегенді түсіндіріңіз. Үшінші жақ деген ол бірінші жағы менің, екінші жақ сенің, сыпайы түрде сіздің, үшінші жақта оның, иә? Оның? Оның дәптері. Оның дәптері немесе? Оның қаламы. Қаламы. Жауап қайсысы болады? Ойбай. Иә, дұрыс. Жоқ, сысы ше, ол не? Басқа мысал келтіру керек. Адан бөлек тағы бір мысал келтіру керек. Оның аясы. Қаласы. Оның қаласы. Өте жақсы. Қаласы. Неге себебі дегеніміз дауысты ғой. Оның қала демейміз ғой біз. Оның қаласы дейміз. Сонда дегеніміз дауыссыздардан кейін келетін жалғау. Ал дегеніміз, дегеніміз ол дауыстылардан келетін, кейін келетін жалғау. Дұрыс қой? Проблема жоқ. Демек біздің жауабымыз да болады. Кәне Әйгерім, бірінші сұрақ. Үш түрлі жалғау жалғанған сөзді көрсетіңіз. Сұрақты дұрыс түсіндіңіз ба? Жалғаудың өзі 4 түрі бар. Соның үшеуі бір түрде болу керек. Кәне. Армандар. Б ғой ағай. Б. Неге? Арман. Арман түбір. Иә. Дар жалғау, көптік жалғау. Жақсы. Ымыз. Қандай жалғау? Тәуелдік. Нешінші жағы? Және жекеше көпше? Бірінші жағы. Оңаша, ортақ? Ортақ. Армандарымызға бар септігі. Бар септігі. Дұрыс айтасыз. Өте жақсы. Мен ойлаймын, түсіндіңіз деп. Әлия, кәне, екінші сұрақ. Ортақ тәуелденудің екінші жақтағы жалғауын табыңыз. Ортақ тәуелдену. Сенің армандарың. Ортақ тәуелдену. Әлия, ортақ тәуелдену оңаша емес, ортақ. Сендердің армандарың. Немесе сіздердің де болуы мүмкін. Сіздердің де болуы мүмкін. Немесе сіздердің, иә. Армандарың. Сендердің парақтарың, сендердің істерің деген сияқты. Д бола ма? Демек, иә, сендердің істерің. Дұрыс, мысал келтіріп көру керек осылай. Істерің. Істер бірнеше адамға ортақ қой. Сендердің істерің, иә? Әйгерім, Роза түсінікті ғой? Иә. Роза үшті жасай ғой. Бар септігі жалғауы жалғанған сөздерді табыңыз. Кеселерді емес, байтұрсынға бірінші жауап. Азығын емес, сақа емес, арасында емес, сүйгеніне. Не, бар септік осы сосын жаным. Осы сөздегі бар септігін жалғауын көрсетіңізші. Және жанымадағы. Сүйгеніне дегенде е, жаныма дегенде а. Қайталаңызшы, қалай? Сүйгеніне дегенде е, жаныма дегенде а. Келіспейді екен. Не болады ағай? Жаныма дегенде ада, сүйгеніне. Енді сүйген. Не болады? Сүйгені тәуелденіп тұр. Ны қайда кетіресіз? Не болады? Не болады? Жаным, мұқият болыңыз. Жарай ма? Жақсы. Әйгерім. Оңаша тәуелденуге мысал болатын сөз табыңыз дейді. Ой, белгілеңіз. Оңаша. Тәуелдену. Намысым. Менің намысым, яғни жеке жақта тұру керек, е? Бір адам болады. Иә. Әлия, 5. Тәуелді септеулі сөздерді көрсетіңіз. Балаларға даламыз күрекпен. Сұрақты қайталап оқыңыз және түсіндіріңіз бізге.
Досым. Тәуелдені септеп Арамызда. тұрған. Тәуелді септеулі. Алдымен бір сөз тәуелдеп аламыз. Менікі, сенікі, сіздікі деп. Одан кейін барып, оған септеп жалғауын жалғаймыз. Тәуелдем септеп тұр. Қайсысы болады жауап? Мағынаны емес. Аха. Айтқанмен болады. H. Жарайды. Сосын? Сосын даламыз емес, балаларға крекпен досын арамызда мағынаны шағалалы. Осымен болған сияқты. Жоқ. Арамызда. Бар арамызда. Арамызда ше? Арамызда. Ара. Біздің арамыз. Біздің арамыз. Біздің арамыз. Біздің арамызда. Бар депті. Кімде неде? Тұр ма? Біздің арамызда. Иә. Қайда деп не болып кетпей ма? Бар септігінде кімде неде қайда дегенде сұрақ бар. Иә. Бар септігінде міне қараңыздар. Иә, арамызда. Неде қайда? Ал және бір жауапты ұмытып кеттіңіздер сіздер? Қазір. Так, балаларға емес. Біздің даламызда жоқ. Күрекпен, жоқ. Досын, менің, сенің, оның досы. Немесе досы емес па? Ағай досы емес па? Иә, досын. Иә. Табыс септігі. Дос жағы, үшінші жағы септігі деді қой. Иә, табыс септігі. Өте жақсы. Жауап. Түбірі айтқан. Оның айтқаны, тәуелденіп тұр айтқаны мен көмекте септігін жалғауы. Тәуелді септігінің бірінші мысалы осы. Дұрыс қой. Арамызда қалай болады, Әлия? Тезірек. Арамызда қалай болады? Тез салдаңыз, түбірі қайсы, қосымшасы қайсы? Арамыз деген. Түбірі ара. Мыз не? Тәуелдік. Ара. Мыз не? Мыз. Оңаша. Жоқ, оңаша емес, ортақ. Нешінші жақ? Арамыз. Бірінші жақ. Жақсы. Дани? Дани? Иә, бар. Бірінші жағы. Бірінші жалғауы. Ол септік жалғауы. Жақсы. Досым қалай болады? Бар септік жалғауы. Дос. Түбірі дос. Сосын не? Дос түбірі тәуелдік жалғауына. Оның досы. Оңаша тәуелдені үшінші жақ. Дұрыс қой. Тәуелдік. Не? Табыс септік. Табыс септік. Қалай тексереміз? Табыс септік. Ол табыс септігін жалғауы. Кімді нені деп сұрап қоямыз, сол кезде мағына келеді, демек жауап осы үшеуі. Жақсы ма? Ағай, арамызда дегенде да ол ненікі ғой, жаты септігінікі емес па? Иә, біз олай емес деген жоқ болды. Иә, мен барыс деп естіп қалдым. Жоқ. Түсіндік па? Біз ойлағанда қатты бір қарапайым нәрсе емес, бірақ қатты бір қиын да нәрсе емес. Жарай ма? Маңызды. Асықпау маңызды түсіндік. Кәне Айгер, алтын жасайық. Қасымыздағы сөзіндегі жалғау түрлерін көрсетіңіз. Қасымыздағы сөзіндегі көмектес септіктік. Қасымыздағы сөзіндегі жалғау түрлерін. Қас, түбір қас, ымыз, тәуелдік септігі, ортақ. Тәуелдік септігі деген қандай болсында? Біздің қасымыз деген сияқты ғой. Біздің қасымыз. Тәуелдік жалғау. Ой, тәуелдік жалғау дегенде. Иә. Нешінші жағы? Ортақ па, оңаша ма, қалай ол? Ортақ бірінші жағы. Ортақ бірінші жағы. Иә. Қасымызда жат септігі. Жат септігі. Жақсы. Иә. Енді осыларды табайық. Так. Жат септігінің жалғауы, жүктік жалғауының бірінші жағының жекеше түрі, жүктік жалғауының міне ғой. Тәуелдік жалғауының бірінші жағының көпше түрі. G, иә? H болады, иә? Иә. Жақсы, сосын? Жат септігінің жалғауы. Д. И және H жауапты. Д. H, иә. Роза, Әлия түсіндік қой? Иә.
Аха, кеттік. Біріншісін, Роза бастай қой. Бас дейді бірінші, бас, аяқсыздыққа дейді. Қосарлану. Қосарлану арқылы. Екіншіден Бас, жазылатын аяқ. басқа қандай сөз бар? Иә, бас аяқ. Өте жақсы. Бірігу арқылы. Бас бармақ деген бар. Ойбай. Бас бармақ ол бөлек жазылмай ма? Бірге жазыла ма? Бас бармақ деген бірге жазылады екен. Жақсы, бас бармақ. Келесі. Сосын бас кеңсе. Тіркесу. Тіркесу. Бас кеңсе. Қандай? Бас кеңсе дедіңіз. Бас кеңсе. Жақсы. Сіздің мен айтқан мысалдарды айтып отырсыз ғой. Иә. Сіз ойлап тапсаңызшы, бәсе бір жерден естіген сияқтымын деп қоямын. Бас киім деуге болады мысалы үшін. Жұрнақ жалғану арқылы Бастық десе бұл. бастық немесе басшы, иә? Дұрыс қой. Жақсы. Әйгерім, кәне, жас. Так, бірігу арқылы. Қазір. Жас бал, жоқ. Жас. Адамдардың аты көп қой жастан басталатын. Жап-жас десе. Жасұлан. Жасұлан. Жақсы. Иә. Тіркесу. Қосарлану ше ағай бірінші. Қосарлануды керек әлі. Қосарлану болса. Айттыңыздар ғой, осы жаңа біраз бұрын ғана айттыңыздар. Қайталамақ өтсізді айттыңыздар. Жап-жас. Жап-жас. Әрі жас болмай ма? Әрі жаста болады, жап-жаста болады, әрі қарай. Аха, және жас бала. Жас бала. Тіркесу. Жарайды, жас бала. Және Сөзсіз. жұрнақ Сөзсіз жалғану. тағы не? Жұрнақ жалғану. Жасша. Қалай? Жасша болмайды, е? Жасша деген сөз жоқ қой. Жоқ. Жастық. Жастық, иә. Жастық, жақсы. Оқушылар 1 минуттай ғана уақыт қалыпты. Қазір үзіліп қалса 5 минут демалыңыздар, 45-те жалғастырамыз. Иә? Әлия, ақты бастай беріңіз. Ақ. Қосарлану. Қосарлану. Бірігуге ақсары десе келе ма? Ақсары. Жарайды, немесе ақтау деуге болады, иә? Ақтөбе. Ақтөбе деуге болады. Ақтау. Қан мен терді оқығансыз ба? Тіркесу арқылы қан мен тер жоқ. Сонда Ақбала деген кейіпкер бар. Қыздың аты. Тіркесу. Бала. Тіркесуге бола ма?